Барлығыңа сәлем. Бүгін мен сабағымды сенімге арналған эксперименттен бастағым келіп отыр. Маған екі батыл адам керек. Альфира, Ильяс, көтеріліңдер. Альфира, сен Ильясқа сенесің бе? Аздап, я? Неге аздап деп айттың? Қалжың ғой, әрине мен Ильясқа сенем. Жақсы. Онда Альфира сен мына жаққа тұр. Көтеріліңдер. Сен бай. Мінеки. Ильяс, қолыңды жай. Альфира, сен қазір көзіңді жұмып, Ильястың қолына құлап қалуың керексің. Балалар, естеріңе сақтаңдар. Сенім білдіргендерге қиянат жасауға болмайды. Бірақ мен қорқам ғой. Қорықпа, мен сен ұстап қалам. Соны айтам, ұстап қалады. Бұрыл. Кеттік. 1, 2, 3. Көтер. Жарайсыңдар. Көрдіңдер ме? Еш қиындығы да жоқ. Жарайсыңдар. Отыра берсеңдер болады. Ал енді біздің сүйікті ойымыздан бастайық. Мен сөз таңдаймын, сендер маған табуға көмектесесіңдер. Жарай ма? Кеттік. Кез келген жағдайға дайын болу үшін ақша төлейсіз. Тағы да көбірек ақпарат берші. Сіз ақша төлеп, кейін ол қаржыны көбейтіп қайтарады. Қаржы пирамидасы ма? Жоқ. Басқаша түсіндіруге тырысып көріңдерші. Мен білем қалай түсіндіру керек екенін. Менің көршілерімнің моншасы өртеніп кетті. Олар бір мекемеге барып, жаңа монша салу үшін қомақты қаржы алды. Мен білетін сияқтымын. Жасырылған сөз сақтандыру ма? Жақындап қалдыңыз. Не себепті көршілерімізге төлем жасалды? Ол кездейсоқтық емес қой. Ол сақтандыру жағдайы болар? Айтып көмектескеніңе рахмет. Алайда бұлай жасаушы болма, жарай ма? Ендеше тақырыбымызды бастайық. Сақтандыру қаржылық шығындарды азайтуға немесе келтірілген зиянды өтеуге мүмкіндік беретін қызмет түрі. Қандай да бір залал немесе жарақат алған жағдайда бірінші тарап екінші тарапқа төлейтін кепілді өтемақы. Балалар ойламаған жерден түрлі қауіпке тап болуларын ғажап емес. Олар мектеп, лагерь немесе өз үйлерінде орын алуы мүмкін. Олай болса, сақтандыру құралы жайында айтып берейін. Төтенше жағдай орын алған кезде өрт, су тасқыны, автокөлікті ұрлау, аяқ асты дертке шалдығу, уақытша еңбекке қабілетсіз болып қалу сынды жағдайлар кезінде сендерді аман алып қалып, мүліктеріңді сақтап қалу жолдарын айтып беремін. Әрине, сақтандыру қызметі толық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді деп арқаны кеңге салуға болмайды. Дегенмен, шығынға батқанда көмегі зор. Тәуекел көрсеткіші аздап болса төмендейді. Ағылшын тілінен аударғанда сақтандыру сөзі insurance деп аталады. Мен аудармасын білемін. Сені мұқият тыңдап тұрмын. Сенімділік. Жарайсың. Сақтандыру дегеніміз өзіне сенімділік. Сенімділік дейсіз бе? Ол тек үлкендерде ғана болады ма? Жоқ, ересек адамдарда ғана емес. Балаларды сақтандыру құралы дегенде бар. Ол сендерді қосымша шығындардан қорғауға септеседі. Мәселен, түрлі жарақаттар мен ауыр дерттерді атауға болады. Дәл осы сауалға жапондықтар жиі айтатын мына сөз жауап беретін сияқты. Самурайға сенің қылышың болашақта адам өмірін арашалап қалуға септеседі десе, ол өмір бойы өзімен қылышын алып жүреді. Алайда, сендер мен біздер жапон самурай емеспіз. Солай емес пе? Сол себепті қылыштың орнына біз жинақтау сақтандыруын қолдана аламыз. Ол жағдайда сақтандыру оқиғасы орын алғанда төлем жасалады. Алайда аталған сақтандырудың мақсаты болашақтағы мұқтаждықтарыңа қазірден бастап ақша жинау. Мәселен, жоғарғы оқу орнына түсу. Бұл өте тиімді қаржы құралы. Оның көмегімен сақтандыру жасап қана қоймай, жинақтап, қаржыларыңды көбейте аласыңдар. Мәселен, мен ақша тапқым келіп, көзімді көгертемін. Ол жағдайда маған төлем беріле ме? Құнай, әрине жоқ. Барлығы заңмен қорғалады. Құжатта бұлай делінген. Әдейі жасалған немесе қолдан ұйымдастырылған оқиғалар сақтандыру оқиғасы болып табылмайды. Қазақстанда сақтандырудың қандай түріне сұраныс жоғары? Автополис. Мен атамның 2 көлігі бар, және оған 2 сақтандыру жасатты. Қазақстанда сақтандыру сыйақыларының ішінде ерікті мүлікті сақтандыру құралына сұраныс басым. Оның үлесі 60% құрайды.
Бұл дегеніміз азамат пен кәсіпкерлер өз еркімен ғимараттарын, техникалық құралдарын, тіпті жиһаздарын сақтандырады. Жалпы сақтандырудың бірнеше түрі болады. Дегенмен, бүгін біз сақтандыру құралдарының ішінде ең маңыздысы денсаулықты сақтандыруға тоқталамыз. Кәне, осы мәселені толығырақ талдап көрейік. Мысалдар келтіре отырып, қандай жағдайлар сақтандыру оқиғасы болып табылатынын анықтап көрейік. Қосар ойларың бар ма? Ол саған байланысты емес нәрсе болуы мүмкін. Мысалы, Найзағай ойнаса, дұрыс. Сонымен қатар күйіп қалу немесе күн өтіп кеткенде. Жалпы табиғи апаттар орын алғанда. Тағы да, Мүмкін қатты жаураған кезде? дұрыс айтасың. Дәлірек айтқанда адам өсіп қалғанда. Тағы. Дене шынықтыру сабағында басынды қатты соғып алу. Я, жарақат алу. Түрлі спорттық шаралар кезінде денсаулығына нұқсан келсе. Сонымен тағы. Ал егер мен елес істеп алса ше, ол сақтандыру оқиғасы болып санала ма? Өте ұрады ғой, тіпті ренжітетін жағдай екен. Ал егер сендерді жылан шағып алса, оны сақтандыру жағдайы деп есептеуге бола ма? Кәне, батыл болыңдар. Улану. Немесе тыныс алу жолдарына бірдеңе түсіп кетсе. Сендер жарадыңдар. Осының барлығы сақтандыру жағдайы деп аталады. Сонымен қатар мүгедектік статусы берілсе. Енді ахуалды толықтырып кетейік. Екі ер адам екі түрлі көлікпен жол көлік апатына түсті. Ер адамның бірінің көлігі сақтандырылған екен. Екінші адамның сақтандыру мерзімінің уақыты өтіп кеткен. Екеуінің де жарақаты бірдей. Бірнеше айлап ауруханада емделулері қажет. Ал үйде оларды отбасы күтіп отыр. Жұмысқа да қабілетсіз болып қалды. Ал енді осы жағдайды талдап қараңдаршы. Өзінің болашағын ойлаған адам сақтандыруға инвестиция жасатты. Әрі ауруханадан да жылдамырақ шықты. Өйткені сақтандыру оның дәрі-дәрмегі мен емін қамтамасыз етіп, сынған көлігін қалпына келтіруге зор көмек болды. Ал екінші жүргізуші өз өмірін сақтандырмаған екен. Сол себепті де ауруханадан әлде қайда кешірек шықты. Ал апатқа ұшыраған көлігін өз қаражатына жасатуға мәжбүр болды. Мағаннан айтыңдаршы, дәл осы жағдайды сипаттап беретін қандай мақал білесіңдер? Асықпаған қоянды қуып жетеді. Я, олай да болады. Бірақ дәл осы жағдайды дөп басып сипаттап беретін тағы бір мақал бар. Сарандық шығынға ұшыратады. Дұрыс, жарайсың. Сақтандыру саласының өзіндік тетіктері бар. Мәселен, үмітақы берілетін кейбір сақтандыру жағдайлары болады. Ал кейбір жағдайлары, мысалы, адам баласы жазылмас дертке ұшыраған болса, және оның ауруы сақтандыру қызметі аясына кірмейтін тізімге болса, ол сақтандыру төлеміне қол жеткізе алмайды. Осының барлығы аса маңызды құжатта нақты жазылады. Ол құжат сақтандыру келісім шарты деп аталады. Құжатпен толық дұрыс таныспастан оған қол қоюға болмайды. Балалар, осыны мұқият есте сақтап алыңдар. Енді өзіміз жасап көрейік. Қазір барлықтарыңа ортақ бір тапсырма беремін. Жақсылап ойлап, сақтандыру жағдайы бола алатын оқиғаны сипаттап беріңдер. Соңында әрқайсыларың ойдан шығарған оқиғаларыңды естігім келіп тұр. Ал уақыт кетті. Сонымен, қандай қызық нәрсе ойлап тапқандарыңды білгім келеді. Бір бала жазғы лагерге барады, ал оның ата-анасы алдын ала сақтандыру полисін жасатып қойған. Достарымен ойнап жүріп, ол жарақаттанып қалады. Сақтандыру полисі және жедел жәрдемнің қызметінің көмегі бойынша клиникаға қаралуға мүмкіндігі бар. Тексеру барысында баланың иығы шығып кеткені белгілі болады. Ал оның сақтандыру полисінде дәл осындай абайсызда жарақат алу сынды тармақ бар.
баланың денсаулығын қалпына келтіру және оның емі толықтай осы полисте қарастырылған. Физиоем және барлық медициналық шығындар көлемі 80 мың теңгеден асты. Барлығы да құжат негізінде иесіне өтелді. Тамаша мысал. Тағы Бір қыз кәсіби тұрғыда баскетболмен айналысады. Оның ата-анасы сақтандыру полисін жылда жасатады. Полисте спорттық тәуекел жағдайлары енгізілген. Яғни жаттығу не жарыс кезінде орын ала алатын жарақаттар. Бір күні жарақат алып, қолын ауыртып алды. Сақтандыру сомасын компания толықтай өтеп берді. Қыз баланың емі осылай компания есебінен жүргізілді. өте жиі орын алатын мысал. Ол қыздың есімі Жандор емес пе осы? Жоқ, бірақ біз қатты ұқсаймыз. Тамаша. Осы тұрғыда түрлі мысалдар келтіруге болады. Бастысы сендер жағдайды жақсы түсіндіңдер. Мен сендерді мақтан тұтамын. Жарайсыңдар. Біздің әрқайсымыз болашаққа жоспар құрып, ертеңгі күнге сенімді болғымыз келеді. Жақындарымыздың қаперсіз әрі қауіпсіз өмірін қамтамасыз еткіміз келеді. Және бұл өте дұрыс ұстаным. Алайда ауру, қайғылы оқиға немесе еңбекке қабілетсіз болып қалу кез келген жоспарды бұзуы мүмкін. Және ойламаған жерден адамды уайым мен қайғыға душар етеді. Әр адамның табысын төмендетеді. Егер тиісті сақтандыру полисіңіз болса, төлемдерге қол жеткізіп, отбасылық бюджетке шығын келтірмейсіз. Мына мәселені есте сақтаңыз. Мен сақтандыру келісім шартын мұқият оқу қажеттігі туралы айтып өттім. Онымен жақсылап мұқият таныспай, қол қоюға болмайтынын да сіздерге ескерттім. Менің атам бір нәрсені үнемі қадап айтып отыратын. Бұл өмірде ешкім алдын ала сақтанбаған. Ойламаған жерден оқыс оқиғаларға ұшырап қалуымыз мүмкін. Алайда уақыт та, заман да өзгереді емес пе? Енді әрбір адам денсаулығын, тіпті өзіне қымбат нәрселердің барлығын алдын ала сақтандыра алады. Келесі жүздескенше.